Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге өте дәмді, барлықтарыңызға ұнайтын фунчоза салатының жасалу рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл салат өте дәмді шығады. Алдымен етімізді турап аламыз. Жіңішкелеп, ұзыншалап турап аламыз. Мұнда менде сиыр еті. Өз қалауларыңызша барлық етті жарай береді. Сиыр, жылқы еттері болады. Және де тауық етімен жасасаңыздар да болады. Еттерімізді осылайша видеода көргендеріңіздей ұзыншалап турап аламыз. Осы туралған еттерімізді бөлек бір ыдысқа салып, татымына қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және сарымсақты үккіштен өткізіп қосамыз. Мен 2 сарымсақ қостым. 2 ас қасық соя тұздығын қосамыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Осының барлығын әбден араластырамыз. Қасықпен араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа шамамен 30 минутқа қоямыз, қыздар. Ендігі кезекте жуамызды жіңішкелеп турап аламыз. Одан соң тәтті бұрышымызды да ұзыншалап тураймыз. Сәбізімізді үккіштен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Осындай үккіш барлықтарыңызда бар деп ойлаймын. Мен де сәбіздің барлығын өткізбедім. Жарты сәбіз алып қалдым. Енді табамызға майымызды құйып, қызған майымызға етімізді саламыз. Етімізді салып, бір қуырамыз, қыздар. Шамалы қуырылған соң, шамамен жарты кеседей су құйып, 30 минуттай етімізді бұқтырып аламыз. Етіміз жұмсақ болып шығу үшін, етіміз бұқтырылып болған соң, жуамызды саламыз. Жуаны салып, шамамен 5 минуттай қуырып болған соң, сәбізімізбен тәтті бұрышымызды саламыз. Сәбіз бен тәтті бұрышты ұзақ уақыт қуырмаймыз. Шамамен 1-2 минут қана араластырып аламыз. Енді қайнаған суымызға 1 ас қасық тұзымызды салып, фунчозаларды салып, 10 минуттай осы суымызда қайнатып аламыз. 10 минуттан соң фунчозаларды бөлек ыдысқа салып, салқын сумен 2-3 қайтара шаямыз, қыздар. Менде ол жері видеоға түспеді. Ендігі кезекте қиярымызды ұзыншалап тураймыз. Қыздар, сіздерге барлық заттың қанша мөлшерде керегін видеоның астына қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Және мұнда кинза. Кинзамды да ұсақтап турап алдым. Енді салатымыз жинаймыз. Алдымен піскен фунчозаларымызды пышақпен осылайынан бөліп аламыз. Өз қалауларыңызша ұсақтап бөлсеңіздер де, ара-арасынан бөлсеңіздер де болады. Осыған қуырған етімізді, сәбіз болгар бұрыштарымызды саламыз. Және қиярымызды, кинзамызды салып, бір сарымсағымызды үккіштен өткіземіз. Және соя тұздығын қосамыз. Осылардың барлығын шанышқының көмегімен араластырамыз. Әбден бәрі бір-бірімен араласқанша араластырып аламыз. Міне, қыздар, салатым дайын болды. Өте дәмді, күшті болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің ең сүйікті салатым. Бұл салат сіздерге де 100% ұнайды деген ойдамын. Қыздар, мен арнама жазылып, лайк баса кетіңіздер.